самый лучший метод вообще қазандардың жылтырауына. Жылтырап тұрады қазандар. Баяғы қара қазандармен, баяғы мынау қара қазанмен мамамның. Химикатсыз, дымсыз бір ғана всего лишь кір сабын. 72 кір сабынмен осылай тазалап алдым. Жылтырап тұрады. Әлде де қолмен су керек, онымен қол кішкене тырылып қалады, қырылып қоймай. Қара қазанда жылтырайды. Всего лишь кір сабын. Дастарханда осылай осы кір сабынмен, мына бір щеткамен, даже мынаның іштері жылтырап тұр ғой, мынау дейтін қазір жарықта тұрған ба, жылтырайды ғой. Және де мынандай газовканың мына бір қаралары бар ғой, вот осыларды да сонымен қырып жуып алсаңдар вообще күшті болады. Мынандай араларына кір сабынды бүйтіп ысқылап жағып қойып, бір жарты сағаттан кейін мынаны дейтін трәпкімен губкамен арасын бүйтіп ашып қойып ішіне кіргізіп жусаңдар, мынаның арасында бүкіл майларды кетіреді ғой. Және де гарнитурда сары заттарды қалай кетіремін деп жатасыздар ғой, міне кір сабынды бүйтіп мынаған не істедіңіздер де бүйтіп жағып шығасыздар да сүртіп аласыздар. Жылтырайды бе тап-таза болады. Одан кеше бір видео көрдім ғой, жылтыраған қазандар шығар, ана қазандарды. Негізі тикток бар ғой, күшті түсінген адамға мотивация береді да. Енді жинап алуға. Ай, тоқтатшы 1 минут. Енді ана қазандарды қазір кір сабынмен жылтыратып жуғым келіп тұр. Негізі нормальный сырттары. Көрсетші. Мыналар вообще астындағысында шығар. Тағы да жылтыратқым келіп тұр маған. Рахмет болған. Мынандай сосын губка алыңыздар, мынау Вайлбесттен алдым, күшті кәдімгі. Ешқандай ыдыс қыратын емес, именно осы губка қыратынымен шегерім ғой. Обожаю кір сабын. Рассовкаларын жуу керек болса, кір сабынға жететін нәрсе жоқ қой негізі. 72% кір сабын.